Ассалаумағалейкум достар. Достар, сіздерге бүгін жақсы адамдар мәнін үйрететін болам. Міне қараңыздар. Жан жағымызда шыршалар. Міне қараңыздар. Биік өскен шыршалар. Қараңыздар, тіп-тіке. Аспанға қараңыздар. Міне, дүп-түзу. Ешқандай қисық емес, дүп-түзу. Қандай әсем шыршалар. Осы шыршалардың қасында тұрып, сіздерге домбыра үйрететін болам. Мән беріп тыңдаңыздар, видеоның соңына дейін. Қызық болады деген ойдамын. Ал жақсы адамдар мәні үйретейін. Мән беріп тыңдаңыздар. Міне, жақсы адамдар мәні достар, каналымда айтқанымдай сіздерге домбыраны үйренудің құпия әдісімен үйрететін болам. Оңай әдіс. Үйреніп алыңыздар. Міне, бірінші жақсы адамдарым. Жақындаймын. Міне, пернені қараңыздар. Біріншісінде үстінен 5-ші пернені санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Үстінен 5-ші перне, астынан 7-ші перне. Ұстаймызда 5 қағаз қағамыз. Алма кезек төменнен басталады. Қолымда да түсіріп жүрмін. 5 қағаз. Санаймыз 5 қағаз. Одан кейін тағы бір қағаз ұстап тұрамыз төмен. Сосын астынан 5 пен 8. Үстінен 5, астынан 8 жоғарыға. Сосын 5 пен 7 төмен. Мына жері жақындады. Міне 5 пен 7 төмен. 5 пен 8 жоғары. Қайттан 5 пен 7 төмен. 5 пен 5 жоғары. Сосын 5 пен 3 төменге. Сонда мынадай әуен шықты. Әрі қарай 5 пен 5 дәл сондай сияқты. Міне бұлай 5 пен 5-ке 5 пен 5 4 қағыз бірінші. 5-ші қағызға 5 пен 7 төмен. Қағыздар төменнен басталады, алма кезек. Сосын 5 пен 5 төмен. 5 пен 7 жоғары. 5 пен 5 төмен. Сосын 5 пен 3 жоғарыға. Сосын 2-ші перне төмен. Астынан. Қосқанда бұлай болады. Көрдіңіздер ма? Енді 2 әуенді қосқанда бұлай болады. Сонда бұлай сөзмен. Тірліктен іздеп келеміз пайда, қол созамыз көп неге біз айға. Әр қарай күш табатындай, құс қанатындай, мейірім қайда, мейірім қайда. Әр қарай келесі бөлімдерді үйрететін болам. Ал достар, көп рахмет сіздерге. Осымен видео сабағымды тәмамдаймын.